Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі 6-ші сабақ. Мені көруден алдын каналыма тіркеліп, қоңырауша түймесін басып қойыңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымызда 24-ші жаттығу тақырыппен суретке қарап өлеңнің мазмұнын болжа дейді. Сонан соң өлеңді оқы дейді. Бүркіт әрі қайратты, сұлу әрі айбатты. Көтеріліп тым биік көзбен шолар аймақты. Бүрген жерін шулады, жылады, жүректі әрі қырағы. Бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыран дейді. Оқылған өлеңнің сипаттау мәтіні екенін дәлелдейді. Өйткені біз бұл жерде бүркітті сипаттап тұр. Сондықтан біз сипаттау мәтіні болады. Яғни оның қайратты екенін, айбатты екенін, жұлған жер, тістейтін жерін жұлатын, қырақ екенін, алғыр екенін, қандай қасиетке ие екенін айтып тұрып сипаттап тұр. Сондықтан бұл сипаттау мәтіні болады. Өлеңнің аты бүркіт екен, соған қарап та білсек болады. Бұл жерде суретте бүркіттің алғыр екендігі, мына дәл суретте түлкіні де алып кете алатындықтан, үлкен жануарды да алып кете алатындықтан, жеміс ететіндіктен, жем қылатындықтан білсеңіздер болады балалар. Осылай сіздер бүркіттің қандай сипатқа екенін біліп алдыңыздар. Астына жазып қойдым, бұл сипаттау мәтін түрі. Сіздер де жазып қойыңыздар. Келесі жаттығуымыз 25-ші жаттығу. Мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрімен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсысында нақты, қайсысында бейнелі суреттелген. Мысалы, бұл жерде қыран бейнесі, біздің Қазақстан туының қыран бейнесі бейнеленген. Біздің Қазақстан туында да бүркіттің суреті бар екен. Қыран бейнесі еркіндік белгісі. Ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі болады. Қыран құс деген бұл біз Қазақстан еркіндік деген мағынаны білдіреді. Біздің қазақ еліміздің жоғары биіктен көріне берсін деген мағынада біздің туымызға осылай енгізілген. Бұл мәтіннің түрі жоғары мәтінмен салыстырамыз. Жоғарыдағы мәтіндер қарап, жаңағыдегі өлең жолдарына қарап, бұл жоғарыдағы мәтін нақты айтылған мәтін болып саналады, балалар. Нақты суреттелген. Ал екінші бұл мәтінде бейнелі суреттелген, яғни бейнелі суреттелген деп аталады. Бұл 25-ші жаттығудағы, мысалы, қыран бейнесі, еркіндік белгісі деген сөздер, бұл мәтін бейнелі суреттелген мәтін болып саналады екен. Назар аудар депті мұнда қазір. Мәтін соң сөйлем көшір бастыр балар. Бұл жерде назар аудар деген, мысалы, зат ғылыми мәтінді нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, түрі, адамның қалай пайдаланатыны ескеріледі, балалар. Келесі жаттығымыз 26-ші жаттығу, жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Бұл жерде сіздер жаттап алып, жаңылтпашты дәптерге көшіріп алуыңыз қажет, балалар. Атам томағалағаннан бүркітті, мен томағаламағанда кім томағалайды? Балалар, сәл қиындау, бірақ жаттап жазып аласыздар. Томағала сөзінің мағынасын дерек көздерден біліп ал деп. Томағала дегеніміз қыран құстардың екі көзін саңлаусыз жауып тұратын құсбегілердің саятшылық кезінде қажетті құрал жабдықтары жұмсақ қалың былғарыдан тігіледі деп жазып қойыпты, балалар. Мен сіздерге томағала деген сөздің мағынасын жазып қойдым, балалар. Үй тапсырмасына дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Томағала деген не десе, сіздер жауап бересіздер. Қыран құстардың екі көзін саңлаусыз жауып тұратын құсбегілердің саятшылық кезінде қажетті құрал жабдықтары деп. Жаңылтпашты жаттап алып, одан кейін дәптерге көшіресіздер. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар, балалар. Мен каналымда 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған математика және қазақ тілі пәндері жүргізіледі. Қоңырауша түймесі басып қойыңыздар. Әрдайым күнде жаңа сабақтар шығарылып отырады. Сау сәлеметте болыңыздар.